Сәлем достар, бүгін біз шығыс тәттісін дайындаймыз. Ол үшін алдымен жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз және қант қосамыз. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмау қажет. Қаймақ қосамыз. Қаймақ мұздатылған болу қажет, яғни салқындатылған. Бөлме температурасында болмау қажет. Бөлме температурасында сары май болмаса ерітілген сары майды қолданамыз. Сары майымыз менде бөлме температурасындағы. Және ұнымызды қосамыз. Қамырымызды дайындаймыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін мұздатқышқа салып қоямыз жарты сағатқа. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге бал, өрік, қара өрік және грек жаңғағы қажет. Барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды табамызға саламыз. Және салмасын салып жақсылап тегістейміз. Және қалған қамырдан бетін әрлеуге пайдаланамыз. Видеода көрсетілгендей торкөз жасаймыз. 180 градуста 30-35 минут пісіреміз.